Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы жаңалықтарда елді шулатып жатқан Перизат Қайраттың ісі бойынша инсайттық деректер пайда болды. Бір білсе Динара Сәтжан бір нәрсе білет дейді Дала инсайт дереккөзі. Белгілі тележурналист Динара Сәтжан қайырымдылыққа жиналған 1,5 миллиард теңгені қалтаға басты деп күдіктелген Перизат Қайратқа қатысты пікірін қосты. Дегенмен Динара бөліскен инсайт блогерге бекерден бекер шүйлікпегенін дәлелдейтіндей, 3 жыл бұрын Перизат Қайрат менен Астанада қайырымдылық кешін өткізіп беруімді сұрады дейді ол. Дүкенімізден аукционға зат беріп, шоу-бизнестегі аға тәтелерді шараға шақырып беруімді өтінді. Кеш мақсаты Елордада ерекше балаларға арналған оңалту орталығын салуға қаражат жинау деп түсіндірді. Сауапты іс болғасын бірден келістік. Кеште Аманат партиясының өкілдері де болды. Көпшілік біз біргеміз қорының партиямен байланысы бар деп топшылап жатыр. Негізінде қордың партияға қатысы жоқ дейді Сәтжан ханым. Кейіннен Динараның айтуынша орталық қалай салынып бітті ме деген сұрағына блогер тиіп қашып жауап қатқан. Биылғы ауызашарда тағы да кездестік. Астанадағы 2 танымал гүл бизнесін сатып алғанын айтты. 2 брендтің негізін қалаушыларды танимын. Бизнесті нөлден бастап өз еңбегімен өскен адамдар. Сол кезде Перизат мұнай кен орнын тауып алдың ба деген әзілім бар еді. Ал қаржы мониторинг агенттігінің құрығы ұзын дейді тележурналист. Айтуынша ескі Қазақстанның активтерін 7 қат жер түбінен тауып алып жатқан агенттіктен бір нәрсе жасыру мүмкін емес. Сәтжанның пікірінше Перизат ісінен кейін қайырымдылық қорының есеп қисабын асты үстіне түсіріп ақтару керек. Сенімді қорлардың тізімі болғанда дұрыс. Ал Перизат шыны керек, оның қорында ақша аударған азаматтар қазір қатты өкініп отырған болар. Өйткені біздің қанымызда көмектесуге деген ұмтылыс бар, ал қайырымдылық экономикасы ашық және мөлдір болуы тиіс дейді Динара Сәтжан. Дала инсайтқа жеткен мәлімет бойынша Перизат Қайраттың ісі ашық сотта қаралуы мүмкін. Билік осы арқылы алаяқтық фактінің нақты орын алғанын дәлелдемек. Айта кетейік, бұған дейін қаржы мониторинг агенттігі танымал блогер біз біргеміз Қазақстан қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеу жүргізіп жатқанын хабарлаған. Агенттіктің атап өткеніндей, блогер көктемдегі су тасқынынан зардап шеккендерге көмекке жиналған 1,5 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқырған. Ал ақпарат министрі Аида Балаеваның айтуынша, алдағы уақытта халықтың қайырымдылыққа ақша жинау мәселесі қайта қаралатын болады.